Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет мини чебурекілер пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды тоқтай соңына дейін қараңыздар. Ең алдыменен жылы суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізген ұнымыздың үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, ұнымызбен бірге жақсылап араластырып алатын боламыз. Бір келкі болғанша. Толық рецепті достар төменде описание бөлімі бар, сондағы толықтай жазып кеттім. Сонан қарап, көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Міне осындай болып шығады ұнымыздың. Енді үстінен алдын ала дайындап қойған жылы суымызды аз-аздан құя отырып, қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырларымыз жұмсақ емес, әрі қатты емес, орташа болып шығады. Міне осындай қамыр дайын болды. Дайын болған қамырымызды тындырып, демалдырып қоятын боламыз. Суақты аралығында картошкаларымызды тұз салып, қайнатып алдым. Дайын болған картоптарымызды алып, жақсылап езіп алдым. Бетінен күштен өткізген сырымызды қосатын боламыз. Сіздер арасына салмасына қайнатылған жұмыртқа, немесе картоптың өзін, немесе қуырылған фарш қоссаңыздар да бола береді. Мен картоппен сырды араластырып қостым. Міне дайын болды. Енді қамырымызды арасында бір рет қайтарып илеп қоясыздар. Міндетті түрде мен қайтарып илеп қойғаным, ол жер түспей қалыпты. Енді аз-аздан ұн себеп отырып, қамырымызды жұқалап жайып алатын боламыз. Қамырларыңызды барынша жұқа етіп жайып алыңыздар. Сол кезде шөберектеріңіз қытырлақ болып, әп-әдемі болып шығатын болады. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы подписаться батырмасын баса кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецептер болады. Сіздер бірінші болып қарайтын боласыздар. Міне қамырларымыздың барлығын жайып алдық. Көрдіңіздер, жұқа болыпты. Енді барлығын кесіп шығатын боламыз. Яғни 4 бұрышты етіп, мантының формасы сияқты етіп, солай кесіп шығатын боламыз қамырларымыздың барлығын. Сіздер дөңгелек етіп кесіп алсаңыздар да болады. Барлығын өз фантазияларыңызға қарай жасай берсеңіздер болады. Ең бастысы чебуректің дәміменен қамырының қытырлақ болуы сол қалпында қалады. Түйілуін көрсетіп жіберейін. 1 шай қасық салмамызды алып, бір шетінен бастап конверт формада қаттырек қысып, қамырымыздың ұшын осындай жай суменен жапсырып қоятын боламыз. Жасалу өте оп-оңай. Тағы да біреуін көрсетіп жіберейін. Қамырларымызды аластап, 1 шай қасық салмамыздан салып, арасына конверт формада бүктеп, 3 жағын айналдырып орап, ең ұшын суменен жапсыратын боласыздар. Дәмі деген өте керемет, балаларға да ұнайды өте, ыстықтай желініп кетеді. Міне барлығын осылай түйіп жасап шықтым. Енді қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып, қыздырып алатын боламыз. Қызып тұрған майымызға осылай шетінен салып, қызарғанша араластырып қуырып, пісіріп алатын боламыз. Міне қып-қызыл болды. Яғни пісіп шықты толықтай. Барлығын енді сүзіп алатын боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген қонақтарыңыз келсе де
әдемі тіске басарлардың барлығы міне өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып, аппетитный болып шықты. Қамыры деген өте қышырлап тұрады. Назарларыңызға көп рахмет. Міне біреуін арасын көрсетейін бөліп. Толықтай пісіп шықты міне. Сіздерге де ас болсын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, видеомды қолдап, комментарий жазып, лайк баса кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.